Алпамыстың байшұмарын, ертөстіктің жалқұйрығын, қамбардың қара қасқасын, аққан серінің құлагерін білмейтін қазақ кем-де-кем шығар. Бұл ғана емес, талай туындының жарық көруіне себепші болған, талай ақынның қолына қалам ұстатқан, талай батырға серік болған, талай аңызда жыр болған қазақтың қазан атты қаншама қамбар ата тілегі жайлы қызық деректер ұсынамын. Жылқының құлағы, көзі, аузы мен мұрны және сезім түйсігі жақсы дамыған. Ол өз иесін алыстан сезеді, сондықтан жануар сізге сенімді серік бола алады. Жануар түсті ажырата алмайтыны белгілі. Жылқы қызыл мен көк түстен бәрін өз реңінде көре алады. Жылқы сондай-ақ түн ішінде өте жақсы көреді. Дүние жүзі бойынша жылқының 160 түрі бар екен. Солардың ішінде тұқымы жағынан ең таза араб тұқымдас жылқы болып саналады. Түліктің жасы мен денсаулығын, жағдайын оның тісіне қарап ажыратады. Жылқылар жалпы 25-30 жыл аралығында өмір сүреді екен. Бұрындары ата-бабамыз жылан жоламасын деп қастарына жылқы байлап жатқан. Сонымен бірге ат үстінде көп жүрген адам буын ауруына шалдықпайды екен. Құлын құлыншақ, жылқы төлі, жабағы 1 жылға дейінгі төл, тай 2 жастағы жылқы, құнан 3 жастағы жылқы, құнажын 3 жастағы ұрғашы жылқы, байтал 4 жастағы ұрғашы жылқы, сойтал 4-тен асқан ұрғашы жылқы, дөнен 4 жастағы еркек жылқы, бесті 5 жасар еркек жылқы, айғыр аталық жылқы, сәурік жас айғыр, бие аналық жылқы, құлық алғаш құлындаған бие, қысырақ үйірге қосылған жас мал, мама бие көп құлындаған жуас бие, бедеу құлындамайтын бие, ат ақталған еркек жылқы, мініс ат. Жылқы деген бір мал бар, ер жігіттің қанаты, ту көтерер тұлпар бар, батырлардың санаты. Олай болса достар, жылқы өсіріп, жылқы бағып батыр болайық. Ұрпағымызға бабаларымыздың аманатын табыстауды ұмытпайық.